Ассалаумағалейкум. Дилмар үйірмесінің әлеуметтік желідегі парақшасының тұрақты көрермендері. Армысыздар. Ақпарат теңізінен маржан сізден талғампаз қауым. Бүгіннен бастап үйірмеміздің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына телевизиялық үлгіде маңызды жаңалықтар ұсынатынымызды сүйіншілейміз. Қапы қалмай қарап жүріңіздер. Сіз екеумізге тұңғыш түсірілімнің тізгіні тиіпті. Бұдан асқан бақыт бар ма? Я, Санжар, тәуекел етіп бастайық, қобалжымайық, саспайық. Ал сіздер баға беріп ұсыныс айтыңыздар. Қолдау білдіріп жаңалығымызды жалпақ жұртқа жалықпай таратыңыздар. Тарихи сәттегі алғашқы жүргізушілер Дилмар үйірмесінің мүшесі, 8-ші сынып оқушысы Санжар Аманжолұлы. Сондай-ақ үйірме үздігі 10-ші сынып оқушысы Ақерке Ерболатқызы. Олай болса, Санжар, алғашқы түсірілім алаңына барайық. Дәл қазір мектебімізде ортасынан оза шапқан домбырашы шәкірттердің ұлттық рухани бұлағын сусындатқан Теңізбай Бақытжан ағай дискалы кеш өткелі жатыр. Қазақтың қасиетті домбырасының тылсым сырына терең бойлатқан ұлағатты ұстазы шәкірттері ғана емес, замандас әріптестері, туған туыстары мен жақындары да сағынған анық. Теңізбай Бақытжан Нұргелдіұлы Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернатында 2015-2022 жылдар аралығында 7 жыл шәкірттерге домбыра үйретіп, оқушылар дайындап, оркестр құрып, ұлттық өнерімізді жаңа ұрпаққа тынбай насихаттады. Бүгінгі еске алу кешінде ағамыздың туған туыстары, замандас әріптестері, достары және шәкірттері қатысып, ұстазы үйреткен күйлерді орындап, естелік айтты. Күненің көзін көрген кісі Нұрғиса атамыздың. Нұрғиса атамыз Европада Моцарт, Шопен болса, Қазақстанда біз үшін Нұрғиса атамыз үлгі тұлға, мықты күйші. Сондай мықты кісілердің көзін көрген кісі еді Бақытжан ағамыз. Ондай кісінің көзін көрген адам аманатқа қиянат жасамайды. Яғни домбыра білмей балалар келеді ғой. Мүлдем қолына домбыра ұстап көрмеген, мүлдем өмірінде музыка деген нәрсенің не екенін білмейтін балаларға домбыраны үйреткен кісі болды. Яғни ең бірінші адамға деген жанашырлық, аманатқа қиянат жасамау, сосын ол кісінің адамгершілігі, ұстаз ретінде мықтылығы. Бақытжан Нұргелдіұлы 1959 жылы Алматы облысы Кеген ауданының Құмтекей ауылында дүниеге келген. Алматыдағы Ахмет Жұбанов атындағы республикалық дарынды балалар мектеп-интернатын, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының домбыра мамандығы бойынша үздік тәмамдаған кәсіби маман. Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінде, Адырна, Отырар саз оркестрлерінде қызмет еткен. Шәкірттері көптеген халықаралық республикалық байқауларда жүлдеге ие болған. Бүгінгі кеште әріптестері Бақытжан ағайдың еңбекқор, талапшыл, жанашыр, жанкешті еңбегін тілге тиек етіп, ерекше есте қалған оқиғаларын айтты. Күмбірлеген күйдің құдіреті мен қасиетін терең сезінгені домбыраның шанағынан қос шөктен бебеулеп төгілген, оны тыңдаған жан бордай болып егілген, елжіреген хам езілген. Осы арқылы ұлттық өнерге деген шексіз махаббаты көрінген. Сол мұраны жас ұрпаққа насихаттау жолындағы ұстаздыққа берілген. Өнердің дәні шәкірттерінің жүрегіне, көңіліне егілген, жүзіне шуақ болып себілген. Оның нәтижесі мәртебелі мәрелерден жоғары жетістік болып көрінген. Осының бәрін қатал талаппен тынымсыз еңбек арқылы істеп барып мәңгілікке көзілген Бақытжан ағайдың рухына тағзым жасап еске алдық. Ол кісі шын мәнінде ұлттың, руханияттың, өнердің жанкешті жанашыр еді. Шәкірттердің қамқор әкесіндей еді. Әр баланы қуалап жүріп қолына домбыра ұстатып, қазақы қасиетті бойына тартсам деп еді. Ендеше арамыздан арманда, қапыда беймезгіл кеткен әріптесімізді еске алу біздің парызымыз. Ол кісінің рухы әрқашан жүрек түкпірімізде, жадымызда сақталары анық. Әр жыл сайын Бақытжан Теңізбаевты еске алу мақсатында домбырашылар байқауын өткізу ұсыныс айтылды. Кеш соңын мектеп-интернат директоры Ержан Нұрланұлы қорытындылады. Дарындылар ордасында домбырашылар тобын қалыптастырып, өнерге құштар шәкірттерді тәрбиелеген Бақытжан Нұргелдіұлының рухы және қалтқысыз қызметі әрқашан жадымызда сақталады.